Ассалаумағалейкум. Мен сіздерге бүгін осындай жемпірдің обзорын көрсететін боламын. Бұл 2 жасқа арналып тоқылған жемпір, әлі ешқандай жібі жасырылмаған. Бұны қалай тоқу керектігін, қанша размер алу керектігін, қолдарын қалай қысқарту керек, соның бәрін түсіндіретін боламын. Қазір сіздерге бастап айтып берейін. Бұл жемпірге міне обхват груди деп айтамыз ғой мына жерде. Мынадан былай қарай міне обхват груди. Мен 56, бұл таблица бойынша алынған. Обхват шеи 26, линейер реглан дейміз мынау 15 см. Мыналар қалған обхват талия, обхват бедер дегендер, бұлар бізге шалбарға керек болады. Және длина рукава деген бар мына жерде. Длина рукава 30-31. Ол мына жақтан былай санаған кезде сондай болу керек. Бірақ менде резинкасын қосқанда 37 см шығады. Мен бұған қалай петля тердім? Бұл неге жаңағы жемпірге мен Alize Superlana классик жібін пайдаландым. Мінекей, Alize Superlana классик номері 152, 100 грамда 280 метр болады. Бұл мына жіпті, бұл менде жемпірден қалған жіп. Осылай 2 қабаттап алып тоқыдым. Маған заказ берген кісі қалың болу керек дегеннен кейін осылай 2 қабаттап алғанмын. Бұл 2 қабатты қалай аламыз? Біреу жіптің ішіне шығарамыз, екінші жіптің сыртынан алып солай тоқимыз. Бұл түсініксіз болса, сізге қалай 2 жіпті алу керектігін кейін мастер-класста түсіндіретін боламын. 2 түрлі жіппен тоқыдым. Мынау екіншісі розовый цветті күлгіндей ма не дейді? Бұның номері 295. Бұл да сонда 100 грамда 280 метр. Бұның құрамы айтпақшы 25% шерсттен тұрады, қалғаны 75% акрилдан тұрады. Осындай жіптерден тоқылған. Мен алдын ала образец тоқып алдым. Егер сіздер басқа жіппен тоқитын болсаңыздар, міндетті түрде образец тоқуларыңыз керек. 10 сантиметрде менде 20 петля шықты. 1 сантиметрде 2 петлядан. Біз мынаған қалай петля тереміз? Ол үшін біз обхват шеи 26-ны аламыз. Для облегания шамалы бос болып тұру үшін 3 сантиметр қосамыз. Общий 29 сантиметр болу керек. 29-мызды жаңағы 1 сантиметрде 2 петля болады дедім ғой, менің үлгім бойынша. Сол бойынша 2-ке көбейтеміз. Және де ол 58 петля болып шығады. 58-ден алып тастаймыз 4 регланный петля. Ол дегеніміз мына кететін петляларымыз, ол мына регланный петля деген мыналарымыз болып саналады. Соған 4 петляны алып тастаймыз. Одан кейін 54-ден бізге мына узорымыз шахмат сияқты рельефный узор деп аталады. Кейін бұл узор сізге керек болатын болса, комментарияға жазып кетіңіздер, мен сіздерге үлгісін тоқып көрсететін боламын. Бұл узорымызға бізге жаңағындай тақ болу керек. 54-тен біреуін алып тастаймыз, 53 қылып аламыз. 53-ті 3-ке бөлеміз. Алды, 2 қолы және арты қылып бөлеміз. 17-те 66 шығады. Оны 53 петлядан біреуін алып тастағанда, жаңағы 54-тен біреуін алып 53 петля қалды. Оны былай аламыз міне. 53 петля қосу 4 реглан, қосу 10 планка мына жерде, қосу 2 кромочный петлямыз бар, тағы бір-біреуден. Барлығы 69 петля. Мен мына жерде петляларды қалай бөлдім? Қолымызда 17 болу керектігін. Мен оны бөлген кезімде менде узорыма сәйкес келмегендіктен мен 7 қылып алдым. Алдыңғы жағында 9 қылып алдым. Артқы жағында 19 қылып алдым. Және мына жерде біздің мына планка дегеніміз мынау. Осыған 5 петля және кромочныйымызға 1 петлядан 2 петля қостым. Сонымен барлығы 69 петля аламыз. Енді мен сіздерге көрсетіп кетейін. Бұны қай жерінен бастайсыздар? Мына мойнынан бастап аласыздар. Мен бірде-бір резинкамен алдым. Осылай мен тоқып алдым. Менде бұл неше сантиметр?
4 сантиметр қылып алдым. Және соңғы бір рядта мен барлығын теріс қылып тоқып шықтым, чтобы мына жері кішкене өзгешеленіп тұрғандай. Солай істеп шықтым. Және уже мына узорымыз кетті. Планка менде қанша болып шықты? Реглан дегеніміз, регланный линиямыз бізде мына 15, және қолтық астында қосқан немізбен 16 болып тұр. Көрдіңіз бе? Кішкене свободный алып тоқыдым. Және ұзындығымыз резинкаға дейін 33, резинкамен бірге алғанда 38 сантиметр болып тұр. Және ширинамыз біздің 33 сантиметр. 33-те 5 болып саналады. Іш жағынан қарағанда бұл узорымыз мынандай болып келеді. Бұл өте қалың қыздар. Екі қабаттап тоқылғандықтан бұған айтпақшы қанша моток менде жүріп кетті. Розовый мотоктан жарты моток кетті. Ашық, сұр дейтін сұрға да келмейді. Бежевый дейтін бежевыйға да келмейді. Мен сіздерге камерадан түсі дұрыс көрінбеуі мүмкін. Бірақ жаңағындай түсі бұның өте әдемі болып келеді. Бұл жемпірге менде бас аяғы 3,5 моток кетті. Мына 4-ші мотоктың қалғаны осы ғана. Бұдан кейін аяғына киетін носкиін тоқимыз. Маған бұл неде комплектіда көп нәрсе заказ берілген. Шалбары бар, қалпағы бар, және де носочки бар, шарф бар. Оларды әлі тоқығаным жоқ. Осы жемпірге сіздерге обзор түсіргім келді. Енді мына қолына келетін болсақ, қолында мен мына жерде кішкене көп регланный линияны алып қойғанмын. Сондықтан мына жерде қолтық астында 5 қатар 10 петлямен тоқып жібердім. Кішкене қолтығының асты жинақы болғандай, қатты қолы үлкен болмағандай, осындай тоқып жібердім. Сосын мұнау басы деп алдым. Сол 5-ші петляны басы деп алдым. Одан кейін мына қарап тұрғаныңыздай 5 жерден қысқартып алдым. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рет қысқарттым қолын. Іш жағынан есептегенде мына жерден аламыз, міне бірінші маркер тұрған жерден. Іш жағында 21, резинканы қосқанда 26 сантиметр болып саналады. Мінекей қыздар. Мен бұл қолын қалай, мен барлық істеген нәрсемді жазып отырмын келесінде, чтоб келесі тоқыған кезімде кішкене маған оңайырақ болу үшін. Мына жерде 20 деп қойыппын, негізі 21 болып шығыпты менде. Мінекей. Басында мына жаңа айттым ғой, 5 рет тоқып, 5 қатар тоқып алдым деп. Содан кейін бұлай айналдыра тоққан кезімде 58 петля алдым. Және әр 13-ші қатарда мен убавка жасап отырдым. 13, 26, 39, 62, 52, 65-ші қатарда. 65-ші қатардан кейін тағы 3 қатар узорымды жауып кету үшін 3 қатар тоқыдым. Барлығы 68 қатар болады. Және мына қолы кішкене жинақы болып баланың қолын қысып тұру үшін мына жері. Мен каждый 69-ші қатарда убавка жасадым. 2 петля және 1 петля, 2 петля және 1 петля қылып, және мына узорларымды оң қылып алуға тырыстым барынша, өйткені әдемі көріну үшін. Және резинка тоқыдым. Менде жаңа 5 рет убавка жасаған кезде мынау общий барлық петлялары менде 48 петля болып қалды. Неке, 48 петля. Одан кейін убавка жасаймыз ғой. Сол кезде бізде специямызда 32 петля қалады. Және мен бір нені айта кетпеппін, бастапқы резинкалары, мойнындағы резинкасы және қолындағы, етегіндегі резинкалардың барлығын мен номері 4-ші спицамен тоқыдым. Magic Club 2 спицамен, сыммар спицамен тоқыдым. Және мына жерін жапқан кезде рачи шаппен жабамыз. Ашылып жабылғанда, баланың қолы келген кезде оңай болу үшін. Мына жіптері әлі жасырылмаған, енді жасырылады. Әлі бояу кетпеген деп айтамыз ба.
өте тығыз қыздар, өте әдемі болып шыққан. Алдыңғы жағы болса, және де айта кетейін, мына жерде менде тоққан кезімізде мен ұмытып кетіп, мына жерлерде бір-екі қатар тасап кетіп отырып, планканы жинаққа қылып тоқуымыз керектігін мен оны ұмытып кеткенмін. Сондықтан мынау жаңағы етегін тоқып болдық қой мына жерде. Содан кейін мынадан былай қарай просто жаңағы воздушный петля сияқты қылып алып, планканың жиегіндегі петлялардан осындай әдемі не деп айтамыз, сызық сияқты жүргізіп өттім. Кішкене бұл да жемпірге әдемі сән беріп тұр бұл жерде. Екі жағына да бірдей солай жүргізіп шықтым, чтобы әдемі көрінгендей. Мына жіптердің бәрін жасыру керек, менде әлі жасырылмаған. Және түймеге орын қалдырған кезде түйменің орындары мына каждый 20 қатардан кейін қалдырып өттім. Мына жерде 5-ші, одан кейін 25-ші, 45-ші, 65-ші, 85, содан кейін 105, ең соңғысы 125. Қыздар, бұл менің өзімнің есептеуім бойынша, егер де сіздер басқа жіппен тоқып жатсаңыздар, онда сіздердің расчеттарыңыз басқаша болуы мүмкін. Қатарларыңыз қалың жіппен алып, өте қалың жіп қой, мына бірақ узор келе қоймайды. Бұл узор жаңа номер 4-ші, номер 5-ші жіппен, номер 4-ші, номер 5-ші немен специямен тоқылатын узор. Басқа одан қалың жіптермен бұл ондай әдемі шықпайды. Мен оның бәрін уже көргенмін. Бұл узорды мен интернеттен көріп қалдым, осындай жемпір тоқылғанын, бірақ онда тоже анық көрсетілмейді қалай тоқылатыны. Мен сіздерге барынша анықты түсіндірдім деп ойлаймын. Және осының шалбарын мастер-класс түсірсем деп отырмын, бастан аяқ. Егер сізге қызық болса, каналыма жазылып, комментарий қалдырып, мені қолдай кетіңіздер. Мынау алдыңғы жағы, мынау арт жағынан, қыздар. Узоры қандай әдемі. Сіздер өздеріңіз тоқып көріңіздер. Кейін ұнап жатса айтасыздар маған. Комментарийді күтем. Мені қолдай кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.